بسم الله الرحمن الرحيم Мәида сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Уа иман келтіргендер, Алламен немесе адамдармен жасаған келісімдеріңнің шарттарын толық орындаңдар. Өздеріңе харам екендігі айтылған немесе айтылатындардан өзге, яғни түйе, сиыр, қой, ешкі сынды жануарлардың еті адал етілді. Бұған қоса, ихрамға кіргендеріңде сендерге аң аулау адал емес, алайда басқа біреудің аулағанын жесеңдер болады. Шүбәсіз, Алла қалауына қарай үкім шығарады. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Уа иман келтіргендер, Алланың қасиетті еткен жұма және айт намаздары, құрбандық, азан, жамағатпен оқылатын намаз, қажылық, һәм оның рәсімдері сынды исламның рәміздеріне айналған нышандарын, соғысуға тыйым салынған қасиетті айларды, қажылық маусымында қағбаға тарту етілген құрбандықтарды һәм ен салынып, белгі тағылған құрбандық малдарды, сондай-ақ Раббыларыңның шексіз шарапаты мен разылығына бөленуді қалап, Байтул Харамға, яғни Қағбаға бет алған қажыларды қорлаушы болмаңдар. Ихрамнан һәм қасиетті аймақтан шыққаннан кейін, қаласаңдар, саятшылық құрыңдар. Кезінде харам мешітін зиярат етулеріңе кедергі жасап, жолдарыңды бөгеген қауымға деген өшпенділіктерің, яғни қасиетті мекенде һәм қасиетті айда оларға қастық жасап, күнәға батуларыңа сеп болмасын. Өздеріңді Аллаға жақындататын иман, садақа, намаз, сабыр сақтау сынды ізгі істерде, сондай-ақ тақуа болу мәселесінде бір-біріңе жәрдемдесіңдер. Ал күнәлі істерде һәм дұшпандық жасап, шектен шығуда біріңе-бірің болыспаңдар. Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алланың жазасы тым қатты. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخفقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Сендерге арам өлген мал, қан, доңыз еті, және Алладан басқаның атынан сойылған малдың еті харам етілді. Сондай-ақ, жаны шықпай жатып, шариғатқа сай бауыздап үлгергендеріңді қоспағанда, буынып, соққы жеп, биіктен құлап, сүзіліп немесе жыртқышанға таланып өлген малдың еті һәм пұттардың алдында сойылған және жебемен яки басқа нәрсемен бал ашып, немесе құмар ойындарын ойнап тапқан малдың еті мен басқа да азық түліктері харам етілді. Міне, осыларды жеу Аллаға бағынбауды білдіреді. Бүгінгі таңда кәпірлер діндеріңнен күдерін үзді, яғни исламның тамыр жайып, күшеюіне бөгесін бола алмайтындығына көздері анық жетті. Ендеше олардан қорықпаңдар, менен қорқып, менен ғана именіңдер. Міне, бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім. Сендерге деген нығметімді тамамдадым. Және сендер үшін дін ретінде исламды таңдадым. Кім-кім күнәға әуестігінен емес, қатты ашыққаннан, яғни харам етілген нәрселерді жеуге мәжбүр болса, шүбәсіз Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Олар сенен азық түліктерінен ненің адал екенін сұрайды. Оларға былай деп айт: сендерге таза, әрі денсаулыққа зиянсыз азық атаулының бәрі адал етілді. Алланың өздеріңе үйреткені бойынша аң аулауға баулыған жануарларыңның өздеріңе ұстап әкелгендерін жеңдер. Оларды аңға салғандарыңда бисмилля деп Алланың атына таңдар. Алладан қорқыңдар. Яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла жауапқа өте жылдам тартушы. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Бүгін сендерге таза, әрі денсаулыққа зиянсыз нәрселер адал етілді. Сондай-ақ сендерге кітап иелерінің таза, әрі денсаулыққа зиянсыз тағамдары мен Алладан өзгенің атын атамай сойған малдары да адал. Сендердің адал астарың да оларға адал. Сонымен қатар, нәпсі құмарлыққа бой алдырмай, ар тазалығын сақтайтын, әрі ешкіммен ашына жай болмайтын ерлер ретінде тиісті мәһрлерін беріп некелесетін болсаңдар, арлы да адал мүмін әйелдер һәм өздеріңнен бұрын Алладан иләһи кітап алғандардың арасындағы арлы да адал әйелдер сендерге адал, кім-кім иманы жоққа шығып, яғни исламның үкімдерін теріске шығарып, күпірлік қылса, істеген бүкіл істері зая кетеді. Және ақиретте де зиян шегушілердің қатарында болады.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Уа мүміндер, намазға тұрар алдында беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтаққа дейін, яғни шынтақты қоса жуыңдар, бастарыңа мәсіх тартыңдар, және аяқтарыңды тобыққа дейін, яғни тобықты қоса жуыңдар. Егер бой дәреттерің бұзылса, бастан аяқ жуынып, бой дәрет алыңдар. Ал егер науқас, немесе жолаушы болсаңдар, яки үлкен дәретке отырып келгеннен кейін, не әйелмен қосылғаннан кейін, жуынатын су таба алмасаңдар, таза топыраққа таяммум соғып, яғни алақандарыңды таза топыраққа соғып, беттеріңді және қолдарыңды шынтаққа дейін сипаңдар. Алла сендерге ауыртпалық артқысы келмейді. Керісінше, шүкірлік етерсіңдер деп, сендерді тәндік һәм рухани кірлерден тазартуды және өздеріңе берер нығметін тамамдауды, хақ дінді бүге-шүгесіне дейін баяндап, толық түсіруді қалайды. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін және естідік һәм мойын сұндық, әміріңе құлдық дегендеріңде өздеріңнен алған уәдені һәм сол арқылы мойындарыңа артқан міндеттерін естеріңе алыңдар. Алладан қорқыңдар. Яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер һәм оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла пенделерінің көкірегіндегі бар сырды біледі. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Уа, иман келтіргендер, Алла үшін қолдарыңнан келгенше турашыл, куәлікке жүргенде қарақылды қақ жарған әділ болыңдар. Қайсы бір қауымға деген өшпенділіктерің, немесе олардың сендерге деген өшпенділігі сендерді әділетсіздік жасауға итермелемесін. Әрдайым әділ болыңдар. Біле білсеңдер, тақуалыққа ең жақыны, ең лайығы міне сол Алладан қорыққандар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Алла иман келтіріп, игілікті істер істегендерге кешірім жасауды, һәм үлкен сый-сияпатқа, зор сауапқа бөлеуді уәде етті.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ал иман келтірудің орнына күпірлік қылып, болмыстағы һәм өз бойларыңдағы ақиқаттың айғағы болған дәлелдерімізбен кітаптағы аяттарымызға сенбегендерге келсек, міне солар тозақтықтар. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Уа иман келтіргендер, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Кезінде әрбір қауым сендерге қол салып, бәріңді қырып тастамақшы болғанда, Алла олардың қолын қағып тастап, сендерге тигізбеген еді. Ендеше Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шынайы мүміндер бір Аллаға арқа сүйеп, тәуекел етсін. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Расында, Алла Исраил ұрпақтарынан берік уәде алған еді. Біз олардың арасынан 12 рудың әрқайсысынан бір-біреуден 12 өкіл тағайындаған едік. Сонда Алла оларға былай деді: шүбәсіз, мен сендермен біргемін. Егер сендер намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытылы оқсаңдар, зекетті толық берсеңдер, пайғамбарларыма иман келтіріп, қолдау көрсетсеңдер, және мал пұлдарыңды Алла жолында жұмсау арқылы Аллаға жақсы қарыз берсеңдер, онда күнә қателіктеріңді сөзсіз кешіремін, һәм міндетті түрде жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Ал енді, бұдан кейін араларыңнан кімде-кім алғыс айтудың орнына күпірлік қылса, шүбәсіз, тура жолдан адасқан болады. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Міне, содан кейін оларды уәделерін бұзғаны үшін рахмымыздан аластап, лағнеттедік, әрі тас жүректі қылдық. Олар үнемі қасиетті кітаптағы сөздердің орнын өзгертіп бұрмалайды. Сондай-ақ өздеріне айтылған уағыз насихаттың көбін елемей ұмыт қалдырды. Олардың бірең сараңы болмаса, көпшілігінің үнемі опасыздық жасағанын көресің. Сонда да оларды кеш, теріс қылықтарын көңіліңе алма. Шүбәсіз, Алла жақсылық жасаудан танбайтын, ізгі жандарды жақсы көреді.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Сондай-ақ, біз христианбыз дейтіндерден де берік уәде алған едік. Алайда олар да өздеріне айтылған уағыз-насихаттың маңызды бөлігін елемей, сол күйі ұмыт қалдырды. Міне сондықтан біз олардың арасына қиямет күніне дейін жалғасын табатын дұшпандық пен өшпенділік сезімін салдық. Алдағы уақытта Алла олардың не істеп не қойғандарын, бар өнерлерін, теріс қылықтарын беттеріне басады. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Уа кітап иелері, расында сендерге кітаптан, Тәурат пен Інжілден осы күнге дейін жасырып келген нәрселеріңнің көбін өздеріңе ашық баяндайтын, һәм сол жасырған нәрселеріңнің көбін беттеріңе баспай, кешіріммен қарайтын елшіміз келді. Расында, сендерге Алладан ой саналарыңды, жүректеріңді һәм бар жолдарыңды шуаққа бөлейтін нұр, яғни пайғамбар мен өзі қандай ашық, айқын болса, ақиқатты да дәл солай ашық, айқын баяндайтын кітап, яғни Құран келді. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Алла сол нұр мен кітап арқылы өзінің разылығына бөленуді қалап, соған сай әрекет ететіндерді жан тыныштығына, есендікке һәм мақсат мұраттарына жеткізетін жолдарға салады. Оларды өз қалауы һәм шексіз шарапатымен тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығарады және тура жолға салады. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Шүбәсіз Мәрия ұлы Иса Мәсіх Алла дейтіндер сөзсіз күпірлік қылды. Ендеше оларға, егер Алла Мәрия ұлы Иса Мәсіхті, оның анасын және жердегі жаратылыс біткеннің бәрін құртып, жоқ қылуды қаласа, оған кім қарсы тұра алады деп айт. Шынтуайтында, күллі аспан әлемі мен жердің һәм сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Ол қалағанын жаратады. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Яһудилер мен христиандар, біз Алланың балаларымыз,
сүйіктілеріміз деп айтады. Оларға, ендеше неліктен Алла сендерді істеген күнәларың үшін азаптауда деп айт. Жоқ, керісінше, сендер Алла жаратқан адамзат ішіндегі бірер қауымсыңдар. Қалағанын кешірет, қалағанын азаптайды. Шынтуайтында, күллі аспан әлемі мен жердің және сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Соңында бәрі оның алдына барады. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Уа кітап иелері, пайғамбарлардың арасы үзіліп, біразға дейін пайғамбар келмей, хақ дін ұмыт бола бастаған шақта, яғни кейін бізге сүйіншілеуші де, ескертуші де келмеді деп айтпауларың үшін, сендерге бар ақиқатты ашық баяндайтын елшіміз Мұхаммед келді. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Бір кездері Мұса өз қауымына, уа халқым, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Ол араларыңнан пайғамбарлар шығарды. Сендерді кезінде Мысырда билік тізгінін ұстаған басшы, әмірші, әрі азат қылды. Сондай-ақ, кезінде жер әлемде ешбір қауымға бермеген бір қатар нығметті сендерге нәсіп етті. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Уа халқым, Алланың маңдайларыңа жазған мына қасиетті мекенге, яғни Құдусқа қорықпай кіріңдер, сырт айналып, жондарыңды беріп қашпаңдар, әйтпесе зиянға ұшырайсыңдар деп айтты. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Сонда олар былай деп жауап берді. Әй Мұса, ол жерде адуынды, қатыгез қауым бар. Олар өз бетімен шықпайынша, біз ол жерге аяқ баспаймыз. Егер олар өз бетімен шықса, біз ол жерге міндетті түрде кіреміз деді. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Сол кезде Алланың жазасынан қорқатын һәм Алла өздеріне кәміл иман мен шынайылық нәсіп еткен екі кісі суырылып шығып, қаланың қақпасына шабуыл жасап, сол арадан кіріңдер. Егер қақпадан ішіне енетін болсаңдар, сөзсіз жеңесіңдер. Егер шынымен мүмін болсаңдар, бір Аллаға тәуекел етіңдер деді. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ал қалғандары болса, әй Мұса, әлгі озбыр қауым тұрғанда,
біз ол жерге еш уақытта аяқ баспаймыз. Жоқ, ол жерге қайткен күнде де кіреміз десең, онда өзің және Раббың екеуің барыңдар да, олармен өздерің соғысыңдар. Ал біз осы арада отыра тұрамыз деп айтқандарынан қайтпай, қырсығып отырып алды. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Сол сәтте Мұса: «Уа Раббым, менің сөзім тек өзіме және бауырыма ғана өтеді. Ендеше біз бен мына жүгенсіз кеткен күнәһар қауым арасында өзің билік айтқайсың» деп жалбарынды. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Алла: «Ендеше сол қасиетті өлке бұдан бұлай оларға 40 жыл бойы харам болады. Өздеріне жақсы болса, мына иен далада қайда барарын білмей қаңғырып жүрсін. Сен ендігі жерде жүгенсіз кеткен күнәһар, яғни асы қауым үшін қам жемей-ақ қой» деп кесімді үкім айтты. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Оларға адамның екі ұлының басынан өткен ғибратты оқиғаны айтып бер. Олардың әр қайсысы бірер құрбан шалған еді. Сонда біреуінің, яғни Абылдың құрбандығы қабыл болып, енді біреуінікі, яғни Қабылдікі қабыл болмады. Сол кезде құрбандығы қабыл болмаған Қабыл бауырына «Сені өлтіремін» деді. Ол болса, расында Алла өзіне тиісінше тағзым ететін һәм қарсы келмейтін тақуа құлдарынан ғана қабыл алады. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Егер мені өлтіру үшін маған қол жұмсасаң, сені өлтіру үшін мен саған қол жұмсамаймын. Шүбәсіз, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Сені өлтіріп күнәға батып, өз күнәма қоса, сенің де күнәларыңды арқалағым келмейді. Ендеше, жақсылап ойлан бауырым. Мені өлтіретін болсаң, барлық күнә сенің мойныңа артылады да, тозақтықтардың қатарына қосыласың. Өйткені, өзгеге һәм өзіне қиянат жасаушылардың жазасы сол деді. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Қабылдың нәпсісі оны азғырып, бауырын өлтіруге итермеледі. Ақырында бауырын өлтіріп тынды. Сөйтіп, өз күнәларына қоса, өзгенің де күнәсін арқылап, оңбай зиянға ұшырағандардың қатарына қосылды. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Сол кезде Алла оған бауырының денесін қалай жерлеуді көрсету үшін бір қарға жіберді. Әлгі қарға жерді тұмсығымен қазып,
ол жерге бір нәрсені көмгенін көргенде, ол өз-өзіне қара бассын мені. Осы қарға құрлы болмағаным ба? Бауырымның денесін қалай жасыруды біле алмағанымды қарашы деп, аһ ұрып, опық жегендердің қатарына қосылды. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Міне сондықтан да Исраил ұрпақтарына мына үкімді жаздық. Кімде-кім кісі өлтірмеген немесе жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасамаған бейгүнә жанды нақақтан нақақ өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргендей болады. Сондай-ақ, кім біреуді өлімнен құтқарып қалса, бүкіл адамзатты өлімнен құтқарғандай болады. Оларға елшілеріміз осындай үкімдермен һәм өздерінің пайғамбар екендіктерін көрсететін айқын дәлелдермен, мұғжизалармен келген еді. Алайда, содан кейін де олардың басым көпшілігі жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасауда шектен шығуда. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Расында, Аллаға һәм пайғамбарына қарсы соғыс ашқан және қарақшылықпен айналысып, лаңкестік әрекеттерге барып, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасағандарға берілетін жаза өлім жазасына бұйыру немесе тірідей, яки өзгелерге сабақ болсын деп, өлі күйінде асу, я болмаса, қол аяқтарын шалыс, яғни оң қолымен сол аяғын шабу, не жер түбіне айдау. Бұл олардың дүниеде көретін қорлығы, ал ақиретте олар үшін жан төзгісіз азап бар. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Тек қолдарыңа түспей тұрып, істеген күнәларына өкініп, тәубеге келгендердің жөні бөлек. Біліп қойыңдар. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Иман келтіргендер, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер, һәм оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар, оған жақындай түсудің жолын, себебін іздеңдер, һәм оның жолында аянбай күресіңдер. Сонда екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Расында, дүниенің бар байлығы мен ондағы шексіз мүмкіндіктер һәм соның тағы бір есесі
күпірлік қылғандардың қолында болса, сөйтіп олар қиямет күнінің азабынан құтылу үшін соның бәрін төлем ретінде берсе де қабыл болмайды. Олар үшін жан төзгісіз азап бар. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Олар тозақтан шығуды қалайды. Бірақ ол жерден әсте шықпайды. Олар үшін тозақта бітпейтін азап бар. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Мейлі ер, мейлі әйел болсын, ұрлық жасағандарға келсек, өз қолымен істеген қылмыстары үшін Алла тарапынан белгіленген һәм өзге адамдарға сабақ болатын жаза ретінде қолдарын шабыңдар. Шүбәсіз, Алла азиз, бәрінен үстем, ұлы, һәм хаким. Әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған, асқан даналық иесі. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Ал кім істеген қиянатынан кейін тәубеге келіп, толық түзелсе, шүбәсіз, Алла оның тәубесін қабыл алады. Өйткені Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубеге келіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Шүбәсіз, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар билікпен барлық нәрсенің бір Аллаға тиесілі екенін білмеймісің? Алла қалағанын азаптайды, қалағанына кеңшілік жасайды. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ардақты елші, құр ауызбен иман келтірдік дегенмен, жүрегі иман келтірмеген екі жүзділер мен яһудейлерден күпірлікте өзара жарысқандар көңіліңе қаяу түсірмесін. Олар сендер жайлы өсек аяң, жала һәм арандатуға бағытталған жалған сөзге құлақ түреді. Алдыңа мүлдем келмеген қауымның айтқанына құлақ түреді. Әрі солар үшін тыңдайды. Сондай-ақ олар сөзді, яғни Алланың сөзін бұрмалайды. Араларынан өзіңнен пәтуа сұрайтындарға, егер сендерге мынадай пәтуа берілсе, қабыл алыңдар, ал ондай пәтуа берілмесе, одан аулақ болыңдар дейді. Алла, әлдекімді бет пердесі ашылсын деп, сынауды қаласа, сөйтіп, ол сынақтан сүрінсе, ондай жағдайда, сен ол үшін
Алланың алдында еш нәрсе істей алмайсың. Күпірлікте бір-бірімен жарысып, әбден азғындағаны үшін Алла олардың жүрегін күпірлік пен күнәдан арылтуды қаламады. Иә, олар сондай бейбақтар, сол себепті олар үшін дүниеде қорлық, ал ақиретте тым ауыр азап бар. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Олар жалған сөз тыңдауға құмар, харам нәрсені жеуге әуес. Егер алдыңа дауласып келсе, қаласаң, араларында билік айт, қаласаң олардан сырт айнал. Сырт айналсаң, олар саған титтей де зиян тигізе алмайды. Ал олардың арасында билік айтсаң, әділ үкім шығар. Шүбәсіз, Алла әділетті жандарды жақсы көреді. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Алланың үкімдерін қамтыған Тәурат қолдарында тұрса да, араларындағы дау-дамайды шешу үшін қалайша сенің билігіңе жүгінеді? Һәм содан кейін неліктен сенің үкіміңе разы болмай, сырт айналып кетеді? Шынтуайтында олар шынайы мүмін емес. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Тура жолға бастайтын ақиқаттар мен нұрға толы Тәуратты біз түсірдік. Хаққа мойын сұнып, шын мұсылман болған пайғамбарлар, яһудейлер арасында соған, яғни Тәуратқа қарап билік айтып, үкім шығаратын еді. Сондай-ақ, олардың арасындағы өздерін Алланың һәм адамдарды тәрбиелеп, түзету жолына арнаған раббанилер мен дін ғұламалары да Алланың кітабын бұрмаланудан қорғау міндетін мойындарына алғандықтан соған қарап үкім шығаратын еді. Сондай-ақ олардың бәрі оның Алладан келген хақ кітап екеніне куә болған еді. Оларға кезінде Алланың кітабымен үкім шығару мәселесінде адамдардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар, һәм аяттарымды атақ-абырой, лауазым, мал-пұл, тағы сол сияқты болмашы бағаға сатпаңдар деп ескерткен едік. Кімде-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар нағыз кәпірлер. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
Тәуратта оларға мына үкімді жаздық: жанға жан, нақақтан нақақ кісі өлтіргенді өлім жазасына бұйыру, көзге көз, нақақтан нақақ, көз шығарғанның көзін шығару, мұрынға мұрын, нақақтан нақақ, мұрын бұзғанның мұрнын бұзу, құлаққа құлақ, нақақтан нақақ, құлақ кескеннің құлағын кесу, тіске тіс, нақақтан нақақ, тіс сындырғанның тісін сындыру, және сол сияқты адам тәнін жарақаттаудың барлық түрінде осылай бірге бір қысас жасалады. Ал кімде-кім қысас жасап кек алмай-ақ кешірім етсе, бұл ол үшін күнәларының өтемі болады. Кімде-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар нағыз залымдар. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Кейін сол пайғамбарлардың ізімен өзінен бұрын түскен Тәуратты растаушы ретінде Мәрия ұлы Исаны жібердік. Оған өзінен бұрын түскен Тәуратты растаушы, сондай-ақ тақуа жандар үшін тура жолдың қайнары һәм насихат болған, тура жолға бастайтын ақиқаттар мен нұрға толы Інжілді түсірдік. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ендеше, Інжілді ұстанғандар Алланың сол кітапта түсірген үкімдерімен үкім шығарсын. Кімде-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар жүгенсіз кеткен күнәһарлардың нақ өзі. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Уа Мұхаммед, саған өзіңнен бұрын түскен иләһи кітаптарды растаушы һәм бақылаушы ретінде ақиқаттың нақ өзі әрі хақ жолға бастаушы етіп осынау кітапты түсірдік. Олай болса, кітап иелерінің арасында билік айтқандарыңда Алланың түсіргені бойынша үкім шығар. Өзіңе келген ақиқаттан сырт айналып, олардың әуейліктеріне еріп, өзіңе келген ақиқаттан тайма. Әр үмбетке өзіне тән шариғат һәм жол белгілеп бердік. Егер Алла қаласа, барлығыңды бір шариғатпен жүретін бір ғана үмбет қылар еді. Алайда ол әрбіріңді өзіне берген кітап арқылы сынау үшін осылайша әр алуан үмбет етіп жаратты. Ендеше қол қусырып отырмай, немесе кері кетпей, игілікті істерде бір-біріңмен жарысыңдар. Түбінде барлығыңда Аллаға қайтасыңдар. Сонда ол сендерге нәпсіге бой алдырып, өзара таласып тартысқан мәселелеріңнің ақ-қарасын ажыратып бәрін айтып береді, һәм араларыңда кесімді билігін айтады.
وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Саған мынаны бұйырдық. Олардың арасында Алланың түсіргені бойынша үкім шығар. Олардың әуейліктеріне ерме. Сондай-ақ Алланың өзіңе түсірген барлық үкімдерін сені айнытып, не болмаса жаңылтып жіберуінен сақтан. Егер олар Алланың үкімдерінен сырт айналса, онда біліп қой. Демек, Алла оларды кейбір күнәлары үшін бір бәлеге ұшыратқысы келеді. Задында адамдардың көбі Аллаға бағынбайтын азғын күнәһарлар. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Жоқ әлде олар жахилият, яғни исламға дейінгі надандық дәуірінің үкімдерін көксей ме? Әйтпесе, ақиқатқа әбден көзі жеткен, ілімі мен иманы берік қауым үшін Алладан жақсы билік айтып, әділ үкім шығаратын кім бар дейсің? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Уа иман келтіргендер! Мұсылмандарға қас дұшпан болған яһудилер мен христиандарды дос тұтпаңдар. Олар тек бір-біріне дос әрі қамқоршы. Араларыңнан кімде-кім оларды өзіне сырлас дос тұтса, шүбәсіз ол ақыры соларға ұқсап, солардың қатарына қосылады. О дүниеде де солармен бірге тіріледі. Шүбәсіз Алла сенім мен шариғи үкімдер мәселесінде адасып өз-өзіне қиянат жасаған ондай залым қауымды тура жолға салмайды. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Уа Мұхаммед, жүрегінде дерті бар екі жүзділердің жағдай аяқ астынан өзгеріп, басымыз бәлеге қалама деп қорқамыз десіп, сол залымдармен дос болу үшін бір-бірімен жарасқанын көресің. Кім біледі? Бәлкім, Алла жуық арада мүміндерге қандай да бір жеңіс немесе жетістік нәсіп етер. Не болмаса, сол екі жүзділердің өздерін, яки залым достарын өз тарапынан бір бәлеге ұшыратар. Сонда олар іштеріне бүккен екі жүзділіктер үшін аһ ұрып қатты өкінеді. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Сол кезде иман келтіргендер таң қалып, уа мүміндер, біз сендермен біргеміз деп жанын салып, Алланың атымен ант су ішкендер осылар емес пе еді деседі. Алайда, нәтижеде олардың бүкіл істері зая кетті. Сөйтіп олар жаппай зиянға ұшырады. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Уа иман келтіргендер, араларыңнан кімде-кім, яки қандай да бір топ діннен безетін болса, біліп қойсын. Күндердің күнінде Алла олардың орнына басқа қауым әкеледі. Алла олар да Алланы жан тәнімен жақсы көретін болады. Олар мүміндерге өте кішіпейіл, кәпірлерге келгенде намысын жібермейтін өктем болады. Сондай-ақ олар Алла жолында аянбай, тынбай күрес жүргізеді, әрі өздерін жазғыратындардың жазғыруынан қорықпайтын болады. Міне бұл Алланың қалаған құлына ғана нәсіп ететін шексіз шарапаты. Алла уасиғ, кеңшілігі мол, кең Құдай, алим, құлдарының қайсты қандай ниетпен істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Уа мүміндер, сендердің жанашыр достарың бір Алла, содан кейін оның елшісі, және Алланың алдында барынша кішірейіп, мойын сұнған күйде, намаздарын кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытлы оқитын, және зекетті толық беретін мүміндер. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Кімде-кім Алланы, пайғамбарын және иман келтіргендерді өзіне жақын дос тұтса, шүбәсіз, Алланың жағында болғандардың мерейі қайткен күнде де үстем болады. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Уа иман келтіргендер, сендерден бұрын иләхи кітап алғандардың арасынан діндеріңді мазаққа һәм ойын күлкіге айналдырғандар мен өзге де уахи, иләхи кітап және хақ дінді қабылдамайтын кәпірлерді жақын дос тұтпаңдар. Шынымен мүмін болсаңдар, Алладан қорқыңдар. Яғни, Алланың пәрменіне қарсы келуден барынша сақтаныңдар. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Азан айтып намазға шақырғандарыңда, олар мұны мазаққа һәм ойын күлкіге айналдырады. Түрлеріне қарамай сөйтеді. Өйткені олар ақылға салып ойланбайтын, ақиқатты түсінбейтін, сана сезімі төмен қауым. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Оларға, уа кітап иелері, шамасы сендер бізді Аллаға, өзімізге түскен кітапқа һәм өзімізден бұрын түскен Тәурат, Інжіл сынды иләхи кітаптарға иман келтіретін болғандықтан жақтырмайсыңдар. Ал өздеріңе келсек, басым көпшілігің тура жолдан тайған азғынсыңдар деп айт. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Оларға, сендерді Алланың алдында ең жаман жазаға лайық болғандардың жай күйінен хабардар етейін бе? Олар Алланың қарғысына қалып, рахмынан мүлдем аласталған һәм қаһарына ұшырағандар. Алла олардың бір бөлігін маймылға, енді бір бөлігін доңызға айналдырып, тағы біреулерін тағутқа, шайтанға, жалған құдайларға, ел жұртты Алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге құлдық ұратын бейшаралар етіп қойған. Міне солардың дүниеде де, ақиретте де алатын орны тым жаман. Олар түзу жолдан мүлдем тайғандар. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Солармен мінездес, әрі ниеттес келетін екі жүзділер қастарыңа келгенде иман келтірдік дейді. Шынында, олар қастарыңа іштей кәпір болып келіп, іштей кәпір болып қайтады. Алла олардың іштеріне бүккен көпірліктерін жақсы біледі. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Кітап иелерінің арасындағы ондай кәпірлердің басым көпшілігінің күнә істеуде, қастық жасауда, һәм харам нәрселерді жеуде бір-бірімен жарысқанын көресің. Олардың істеп жүрген бұл істері қандай жаман десеңші. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ең болмаса араларындағы елді тура жолға шақыратын діндарлары мен ғұламалары оларды ауыр күнәға батыратын сөздер айтудан және харам нәрселерді жеуден тыйса игі еді. Бірақ қайдан? Шынында, олардың өздерінің істеп жүрген істері де оңып тұрған жоқ. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Яһудилер Алланың қолы байлаулы, яғни қолы тар деп айтты. Осы сөздер үшін олардың өз қолдары байланып, тар болып қалсын, һәм оларды қарғыс атсын. Жоқ, әсте олай емес. Алланың екі қолы да ашық. Ортаймайтын қазынасынан қалағанынша жұмсайды. Расында саған Раббыңнан түскен аяттар мен нығметтер олардың басым көпшілігінің азғындығы мен көпірлігін арттыра түседі. Сонымен қатар, біз олардың арасына қиямет қайымға дейін жалғасын табатын дұшпандық пен өшпенділік салдық. Олар пайғамбар мен мүміндерге қарсы соғыс отын тұтатқан сайын Алла оны сөндіріп тастайды. Алайда олар бір сәтке де тыным таппай, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасаумен болады. Алла лаңшыл, бұзақыларды жақсы көрмейді. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Егер кітап иелері тиісінше иман келтіріп, Аллаға тиісінше тағзым еткен һәм оған қарсы келуден сақтанғанда ғой, әлі де болса, солай істесе ғой, онда шүбәсіз істеген күнәләрін түгелдей кешіп, өздерін нығметке толы жұмақ бақшаларына кіргізер еді. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Егер олар Тәурат пен Інжілді және Раббыларынан түскен өзге илахи кітаптарды, соның ішінде ақырғы кітап Құранды лайықты түрде ұстанып, үкімдерін бұлжытпай орындағанда, онда шүбәсіз көктен жауатын һәм жерден шығатын қисапсыз нығмет пен құт берекеге кенеліп, төбелерінен де, аяқтарының астынан да молынан жеп ішетін еді. Дегенмен олардың арасында да діннің негізгі өлшемдерінен ауытқымай, дін, сенім мәселесінде әсірелік немесе селсоқтық танытпай, орташа жолды ұстанатын ізгі де, ынсапты үмбет те жоқ емес. Алайда олардың басым көпшілігінің істеп жүрген істері қандай жаман десеңші. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ардақты елші, Раббыңнан өзіңе түскенді үмбетіңе бұлжытпай жеткіз. Егер мұны істемесең, елшілік, пайғамбарлық міндетіңді тиісінше атқармағаның, Алла сені қаскөй адамдардан сақтайды. Шынында Алла кәпір қауымды мақсат мұратына жеткізбейді. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Оларға, кітабилері, Тәурат пен Інжілге һәм Раббыларыңнан түскен өзге де илахи кітаптар мен қасиетті парақтарға, соның ішінде маған түскен ақырғы кітап Құранға лайықты түрде иман келтіріп, үкімдерін бұлжытпай орындамайынша, Алланың алдында ешқандай қадір қасиеттерің болмайтыны сияқты, дін тұрғысынан да сүйенетін ешбір негіздерің болмайды. Дегенмен, Мұхаммед, Раббыңнан өзіңе түскен осынау Құран мен нығметтер, олардың көбінің азғындығы мен күпірлігін одан сайын арттыра түсуде. Алайда сен ондай кәпір қауымға бұла мұңайма. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Аллаға мен мұсылманмын деп, Аллаға және Құранға иман келтірдік дейтіндер болсын. Яһудилер, сәбилер және христиандар немесе басқалар болсын. Мейлі, белгілі бір атауға немесе мен пәленмін, түгенмін деп құр ауызбен айтуда емес. Мәселе мынада, кім-кім шынайы түрде Аллаға және ақирет күніне иман келтірсе, мәні де сол иман негізінде түзу, дұрыс және өздерін әрі қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, онда олар үшін, әсіресе ақиретте ешқандай да қорқыныш жоқ. Сондай-ақ олар еш жабықпайды. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Расында біз Исраил ұрпақтарынан иман келтіріп, игілікті істер істегендеріне қатысты берік уәде алып, оларға талай пайғамбар жіберген едік. Алайда оларға көңілдеріне жақпайтын үкімдермен пайғамбар келген сайын, кейбірін өтірікшіге балап,
енді бірін нақақтан нақақ өлтірумен болды. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Солай істеу арқылы олар өз басына күн тумайды, ешқандай бәле келмейді деп ойлады. Сондықтан ақиқатты көрмейтін көрсоқыр, әрі насихатты һәм ескертулерді естімейтін таскерең болды. Кейін Алла оларға тәубе етуді нәсіп етіп, тәубелерін қабыл алды. Алайда содан кейін де олардың басым көпшілігі қайтадан бәз баяғы қалпына түсіп, көрсоқыр әрі таскереңге айналды. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін анық көруде. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Расында Алла Мәрия ұлы Иса Мәсіх дейтіндер шүбәсіз күпірлік қылды. Ал Мәсіхтің өзі былай деген еді: «Уа Исраил ұрпақтары, менің де, сендердің де Раббыларың болған бір Аллаға құлшылық етіңдер. Кім Аллаға өзгені серік етіп қосса, шүбәсіз Алла оған жұмақты мүлдем харам қылды. Оның ақырында барып паналайтын жері тозақ болады. Аллаға серік қосу арқылы ең үлкен қиянатты жасаған залымдарға ақиретте қол ұшын беретін бірде-бір медеткер табылмайды. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Сондай-ақ, расында Алла үш құдайдың бірі деп айтатындар да күпірлік қылды. Шынтуайтында бір құдайдан басқа құдай жоқ. Егер олар осы айтқанынан танбаса, араларынан осылайша күпірлікте қасарысқандар міндетті түрде жан төзгісіз азапқа ұшырайды. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Ендеше олар әлі де болса, күпірліктеріне өкінген күйде, Аллаға бір жолата бет бұрып, одан кешірім тілемей ме? Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Мәриям ұлы Иса Мәсіх ақиқат жаршысы ретінде жіберілген елші ғана. Одан бұрында талай елшілер келген. Оның анасы да құдай емес, Аллаға шын берілген, өте шыншыл, арлы да ибалы жан еді. Екеуі де өзге адамдар сияқты ас ішетін. Оларға дәйекті ақиқаттарды қалай баяндайтынымызға зер сал. Алайда соған қарамастан олардың кейбір нәрселердің ықпалынан шыға алмай, қалай ақыл есінен адасып, сағым қуып жүргенін көрмеймісің? قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Оларға, сонда сендер бір Аллаға құлшылық етуді былай қалдырып, өздеріңе зиян да, пайда да келтіре алмайтын, әлсіз жаратылыстарға құлдық ұрып, табынасыңдар ма де? Шүбәсіз, Алла сәмиғ,
бәрін толық естуші, һәм алим, бәрін толық білуші. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Оларға, уа кітап иелері, діндеріңде ақиқаттың шеңберінен асып, жөн жосықсыз шектен шығушы болмаңдар. Бұдан бұрын тура жолдан адасып, өздері адасқанмен қоймай, көптеген адамдарды да адастырған қауымның, сондай-ақ бүгінгі таңда да түп-түзу жолдан тайғандардың әуейліктеріне ермеңдер деп айт. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Исраил ұрпақтарынан күпірлікке бой алдырғандар Дәуіт пен Мәриямұлы Исаның тілімен лағнеттелді. Өйткені олар Аллаға қарсы келіп, азғындықта үнемі шектен шығатын еді. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Олар қандай да болмасын, жаман іс істегенде, одан бір-бірін тыймайтын еді. Расында олардың бұл қылығы қандай жаман еді. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Сондай-ақ, олардың басым көпшілігінің мүміндерді былай қалдырып, кәпірлерді өздеріне жақын дос тұтқанын көресің. Олардың өздері үшін, яғни о дүниедегі мәңгілік өмірлері үшін, өз қолымен істеп, ақиретке жөнелткен істері және өздерін Алланың қаһарына ұшырататын бұл қылықтары қандай жаман еді. Сол үшін олар тозақта мәңгі бақи қалып, азап шегеді. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Егер олар Аллаға, ақырғы пайғамбарға және оған түсірілгенге, яғни Құранға, шынымен иман келтірсе, кәпірлерді дос тұтпас еді. Олардың көбі Аллаға бағынбай, тура жолдан мүлдем тайған азғындар. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Уа Мұхаммед, иман келтіргендерге, адамдар арасынан қас дұшпан болғандардың яһудейлер мен Аллаға серік қосатын мүшриктер екенін анық көресің. Сондай-ақ, адамдар арасынан мүміндерге сүйіспеншілік, ықылас жағынан ең жақыны біз насарамыз, яғни христианбыз деп айтқандар екенін анық көресің. Өйткені олардың арасында ілім мен құлшылыққа жан тәнімен берілген дін басылар мен дүниені тәрк етіп, шіркеулерде күндіз-түні құлшылық ететін құдайшыл жандар бар. Олар кішіпейіл болғандықтан әсте көкірек керіп, тәкаппарланбайды. Алла елшісіне түсірілген Құранды естігенде, өздеріне бұрыннан таныс, һәм мәлім болған біраз ақиқаттарды естігендіктен, көздері мөлтілдеп, жасқа толғанын көресің. Сонда олар, уа Раббымыз, түсірген мына кітабыңа, һәм жіберген елшіңе шек шүбәсіз иман келтірдік. Бізді де ақиқатқа, Құранға және ақырғы пайғамбарға куә болушылардың қатарына жаза көр деп жалбарынады.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Сондай-ақ, Раббымыздың бізді ізгі қауыммен бірге жұмаққа кіргізуін аңсап, үміт етіп жүргенімізде, Аллаға һәм өзімізге келген ақиқатқа иман келтірмей бізге не көрініпті деп айтады. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Осылай айтқан үшін Алла оларға жайқалған жасыл бауларының астынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын һәм ішінде мәңгі бақи бақытты ғұмыр кешетін жұмақ бақшаларын сыйға тартты. Міне, ниеті де, ісі де түзу болған ізгі жандардың алатын сыйы осындай. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ал күпірлік қылып, аяттарымызды жалған деп сенбегендерге келсек, олар тозақтықтар. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Уа иман келтіргендер, Алланың сендер үшін адал еткен таза әрі денсаулыққа зиянсыз нығметтерін өздеріңе харам қылмаңдар, һәм оларды ысырап қылу арқылы шектен шықпаңдар. Шүбәсіз, Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Алланың сендерге ризық етіп берген нығметтерінен халал һәм таза болған күйінде ішіп жеңдер. Өздерің иман келтірген Аллаға қарсы келуден барынша сақтаныңдар. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Алла тағала сендерді аңдамай ішкен, яғни саналы түрде айтылмаған, құр ауыздан шыққан анттарың үшін жауапқа тартпайды. Алайда саналы түрде өздеріңді қандай да бір нәрсені орындауға міндеттеп, ішкен анттарың үшін, жауапқа тартады. Міне осындай антты бұзсаңдар, оның өтеуі өз бала-шағаларыңа беретін ас-ауқаттың орташа мөлшерінде 10 міскінді тамақтандыру немесе 10 пақырды киіндіру, я болмаса бір құлды азат ету. Бұған шамасы жетпеген кісі 3 күн ораза ұстасын. Міне саналы түрде ішкен анттарыңның бұзылған жағдайдағы өтеуі осы. Ендеше, болмашы нәрсе үшін ант етпеңдер, ал ант еткен жағдайда анттарыңды бұзбаңдар. Алла өзіне әбден борышты екендеріңді сезіне отырып, сөз һәм іс жүзінде шүкіршілік білдірерсіңдер деп, аяттарын сендерге осылайша ашық баяндайды. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Уа иман келтіргендер, арақ шарап сынды адамды мас қылып ақылынан адастыратын нәрселер, құмар һәм өзге де ұтыс ойындары,
табыну үшін орнатылған пұттар, және жебелермен яки құмалақ картасында басқа да нәрселермен бал ашу, шайтанға ғана тән лас істер. Ендеше екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін бұлардан аулақ болыңдар. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Шүбәсіз, шайтан арақ шарап сынды адамды мас қылып ақылынан адастыратын нәрселер һәм құмар ойындар арқылы араларыңа дұшпандық пен өшпенділік отын жағуды, сендерді Алланы еске алудан һәм намаздан қақпайлауды, яғни тыюды ғана көксейді. Ендеше бұлардан тыйылдыңдар ғой, солай емес пе? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Бұлардан түбегейлі бас тартыңдар. Сөйтіп, Аллаға мойынсұныңдар. Алла елшісіне мойынсұныңдар, және оларға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып, сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар. Елшіміздің міндеті хақ дінді бүге-шүгесіне дейін ашық түрде жеткізу ғана. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Иман келтіріп, игілікті істер істейтіндер пенделікпен істеген күнәлері үшін қорқып, иманда табандылық танытып, игілікті істер істеуді жалғастырса, содан кейін тақуалықта табандылық танытып, иманы күшейе түссе, һәм содан кейін тақуалыққа терең бойлап, бүкіл істерін Алланы көріп тұрғандай риясыз істейтін болса, бұрынырақта талғамай ішіп жеген харам нәрселері үшін күнә арқаламайды. Алла міне осындай игілікті істер атқаратын ізгі жандарды жақсы көреді. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Алла өзін көрмесе де, сондай-ақ оңаша қалған кезде, өзінен шынымен именетін құлдарын анықтау үшін, ихрамға кірген кездеріңде, қолдарың, немесе найзаларың, яғни қаруларың еркін жететін жерден аң шығарып сендерді сынап бағады. Кімде-кім соған қарамастан аң аулап шектен шығатын болса, ол үшін жан төзгісіз азап бар. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Уа иман келтіргендер, қажылық немесе омра жасау ниетімен ихрамға кіргендеріңде аңдарды өлтіруші болмаңдар. Араларыңнан кімде-кім ихрамға кіргеннен кейін қандай да бір аңды қасақана өлтірсе, істеген күнәсінің сазайын тарту үшін оған жаза беріледі. Жазасы өлтірген аңына пара-пар келетін, қағбаға тарту ретінде жеткізілетін құрбандық мал болады. Бұған қатысты араларыңнан екі әділ кісі үкім шығарады. Егер лайықты құрбандық мал табылмаса, соның өтемі ретінде
өлген аңның құнына тең ас ауқат пен пақыр міскіндерді тамақтандыру немесе сол аңның құнына қанша пақырды тамақтандыру мүмкін болса, сонша күн ораза ұстау керек. Бұған қатысты бұрынырақта істеген күнәларыңды Алла бір жолата кешті. Алайда кім бұл күнәні қайта істесе, Алла оның тиісті сазайын береді. Алла азиз, ұлы, бәрінен үстем. Һәм кімнің болса да сазайын беруге толық құдіретті. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ихрамға кіргендер, теңізден балық аулау һәм одан алынатын қорек түрлері сендерге де жолаушыларға да ризық, азық болсын деп адал етілді. Ал құрлықта аң аулау ихрамнан шықпайынша сендерге харам қылынды. Ендеше түбінде бірін қалмай алдына жиналатын Аллаға қарсы келіп, асы болудан, сөйтіп азапқа душар болудан барынша сақтаныңдар. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Алла қасиетті үйі қағбаны адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі, әрі олардың қауіпсіздігі, танысып табысуы һәм өзара жәрдемдесу үшін маңызды себеп қылды. Сондай-ақ қажылық парызы өтілетін қасиетті айларды, құрбандық малын, әсіресе мойнына белгі тағылған бағалы құрбандық малдарын да адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі қылды. Міне бұл Алланың күллі аспан әлеміндегінің һәм жердегінің бәрін білетін. Сондай-ақ расында Алланың барлық нәрсені толық білетінін біліп жүрулерің үшін. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Сондай-ақ Алланың жазасының тым қатты екенін, әрі Алланың ғафур, өте кешірімді, һәм рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін біліп қойыңдар. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Алла елшісінің міндеті хақ дінді толық жеткізу ғана. Алла сендердің ашық айтқан сөздерің мен жария істейтін істеріңді де, жасырын істейтін істерің мен ішке бүккен ниет пиғылдарыңды да біледі. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Уа Мұхаммед, лас әрі арам болғанның көптігі көңіліңе ұнаса да, лас пен таза, арам мен адал тең бола ма? Уа ақыл иелері, ендеше іс-әрекет әрі дүние мәселесінде аз көп демей, әркез таза һәм адал болғанды таңдаңдар. Лас әрі арам болғаннан аулақ жүріңдер. Екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін Аллаға һәм оның қойған өлшемдеріне құрметпен қараңдар. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар деп айт. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Уа иман келтіргендер, Алла елшісіне лайықты түрде құрмет көрсетіңдер. Өздеріңе бұйырғандарын толық орындап, тыйған нәрселерінен бойларыңды аулақ салып, соны қанағат тұтыңдар. Ашық айтылған жағдайда көңілдеріңе жақпай қалатын, әсіресе діни міндеттерді қиындатып жіберетін мәселелерді қазбалап сұрай бермеңдер. Егер ондай мәселелерді ашық айтылған жағдайда
көңілдеріңе жақпай қалатын, әсіресе діни міндеттеріңді қиындатып жіберетін мәселелерді қазбалап сұрай бермеңдер. Егер ондай мәселелерді Құран аяттары бірте-бірте түсіріліп, өздеріңе оқылып жатқанда сұрап білгілерің келсе, сендерге ашық айтылатын нәрселер өз орнымен онсыз да баяндалуда. Негізінен өздерің кезінде сұраған, немесе алдағы уақытта сұрайтын біраз нәрселер бар. Алла оларды сендерге міндеттемейді. Алла ғафур, өте кешірімді, халим, күнәға батқан құлдарын бірден жазаламай, тәубе етуіне мұрсат беретін өте сабырлы, кеңшілік жасаушы. قد سألها قوم من قبلكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Сендерден бұрын келген бір қауым, өздеріне келген пайғамбардан әлгіндей мәселелерді қазбалап сұрай беретін еді. Алайда кейін сұраған мәселелері өздеріне ашық баяндалғанда, бәрі бір иман келтірмеді, әрі өздеріне бұйырылғандарды тиісінше орындамай, ақыры кәпір болып шыға келді. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Алла дінде бахира, сәйба, уәсила немесе хам деген нәрселерді бұйырған емес. Алайда кәпірлер осы жалған сенімдерін жаратқанның бұйрығы деп Аллаға қып-қызыл жала жабуда. Олардың басым көпшілігі ақылға салып ойланбайды. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Сол кәпірлерге, қане келіңдер, Алла түсірген Құранға және Алла елшісіне жүгініңдер. Солардың айтқанын орындаңдар делінсе, олар ата-бабаларымыздан дін, сенім, әдет ғұрып тұрғысынан не көрсек, сол бізге жеткілікті дейді. Сонда ата-бабалары еш нәрсені білмейтін, тура жолға түспеген болса да, олар солардың жолын қуама? يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Уа мүміндер, алдымен өздеріңе қарап, өздерің түзіліңдер. Өздерің тура жолда болсаңдар, адасқандар сендерге кесірін тигізе алмайды. Түбінде барлығың Аллаға қайтасыңдар. Сонда ол, дүниеде не істеп не қойғандарыңды түгелдей жіпке тізіп, өздеріңе айтып береді. Һәм бәріңді жауапқа тартады. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Уа иман келтіргендер, қайсы біріңнің өлетіні белгілі болғанда, яғни соңғы өсиет айтатын кезде, араларыңнан өздерің әділ, шыншыл деп білетін екі кісіні куәға тартыңдар. Яки сапар шегіп, жер бетін шарлап жүргендеріңде бастарыңа өлім қаупі төнген, әрі сол сәтте
Қастарыңда мүмін бауырларың болмаған жағдайда өсиеттеріңе кітап иелерінен 2 кісі куә етіңдер. Егер ол екеуінен күмәндансаңдар, намаздан кейін екеуін алып қалып, тіпті туған туысымыздың пайдасына нұқсан келетін болса да, ішкен ант суымызды арзан бағаға, яғни дүниеге айырбастамаймыз. Алланың мойнымыздағы аманаты болған куәлігін жасырмаймыз. Әйтпесе, шүбәсіз, ауыр күнәға батқандардың бірі боламыз деп, Алланың атымен ант су ішкізіңдер. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Егер кейіннен ол екеуінің өтірік айтып, үлкен күнәға батқаны анықталса, ол екеуінде ақысы кеткен марқұмның ең жақын мұрагерлерінен 2 кісі, бұлардың орнына куәлік етіп, біздің куәлігіміз бұл екеуінің куәлігінен әлде қайда тура, дұрыс. Біз осы куәлігімізбен ешкімнің ақысын жеп, ала жібін аттамаймыз. Әйтпесе, шүбәсіз, залымдардың қатарына қосыламыз деп, Алланың атымен ант су ішеді. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Бұл әдіс, куәгерлердің туралықтан таймай, әділ куәлік етуіне немесе ант су ішкеннен кейін, басқа куәгерлердің де ант су ішуімен өтірігі шығып, масқара болудан қорқып, лайықты түрде куәлік етуіне өз ықпалын тигізетін ең қолайлы жол. Ендеше, иләхи үкімдер мен қағидаларға бағынбау арқылы Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар, һәм Алланың үкіміне құлақ асып, мойынсұныңдар. Алла өзіне бағынбайтын азғын қауымды тура жолға салмайды, діттеген мақсат мұратына жеткізбейді. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب. Алла күндердің күнінде пайғамбарларды жинап алып, үмбеттеріңді, иманға шақырғандарыңда, олардан қандай жауап алдыңдар деп сұрайды. Сонда пайғамбарлар, олардың ішкі ниетін, имандағы шынайылығын біз білмейміз. Шүбәсіз, ғайыпты, құлдарыңның көкірегіндегі бар сырды, ең жақсы білуші, бір өзің ғанасың деп жауап береді. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Сол күні Алла былай деп айтады: Уа Мәриям ұлы Иса, өзіңе және анаңа нәсіп еткен нығметімді есің ал. Мен сені қасиетті рухпен қолдаған едім. Сен бесікте жатқаныңда да, ересек шағыңда да адамдармен тілдесетін едің. Саған жазуды, хикметті, тәуратты һәм інжілді үйреттім. Сондай-ақ батпақтан құстың бейнесіне ұқсас мүсін жасап,
менің қалауыммен ішіне жан үрлейтін едің. Сөйтіп, ол менің қалауыммен бірден тірі құсқа айналатын. Менің қалауыммен тумысынан соқырды және алапесті құлан таза айықтыратын, һәм менің қалауыммен өлілерді тірілтіп, қабірлерінен шығаратын едің. Сондай-ақ, кезінде сені Исраил ұрпақтарының қастандығынан аман алып қалдым. Оларға анық дәлелдер келтіріп, мұғжизалар көрсеткеніңде, араларындағы кәпірлер бұл дәу де болса нағыз сиқыр деп айтқан еді. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Сол кезде хауарилерге, маған һәм елшіме иман келтіріңдер деп аян бердім. Сонда олар, уа Раббымыз, біз иман келтірдік. Шүбәсіз, біздің бір өзіңе мойын сұнған мұсылман екенімізге өзің куә бол деді. أي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Бір кездері сол хауарилер, уа Мәриям ұлы Иса, Раббың бізге көктен тағамға толы дастархан түсіре ала ма деген еді. Сонда Иса оларға, егер мүмін екендерің рас болса, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер, оның құдіретіне шәк келтіруден сақтаныңдар деді. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Олар, біз бар болғаны, сол берекелі дастарханнан дәм татуды, сол арқылы иманымыздың күшейіп, жүрегіміздің орнығуын, һәм бізге айтқандарыңның рас екеніне көз жеткізуді, әрі осынау маңызды оқиғаның куәгерлері болуды қалаймыз деді. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Сонда Мәриям ұлы Иса, уа Раббымыз, бізге көктен дастархан түсіре көр. Осы күн һәм біз үшін, һәм бізден кейінгілер үшін мейрам, әрі өзіңнен келген айқын белгі, ғаламат мұғжиза болсын. Бізге сол арқылы ризық бере көр. Шүбәсіз сен құлдарыңа ең қайырлы ризықты беруші, һәм ризық беруге келгенде теңдесі жоқ, асқан жомартсың деп жалбарынды. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Сол кезде Алла, мен оны сендерге сөзсіз түсіремін. Көктен дастархан түсіру мен үшін бұйым емес. Алайда содан кейін араларыңнан кімде-кім күпірлік қылса, шүбәсіз мен оны ғаламда жан баласына көрсетпейтін алапат азаппен азаптаймын деді. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب. Сондай-ақ Алла пайғамбарларын
дәргейіне жинап, олардан үмбеттерің сендерге не деп жауап берді деп сұрайтын күні. Уа Мәриям ұлы Иса, адамдарға Алладан бөлек мені және анамды да қос құдай тұтыңдар деп айтқан сен бе едің деп сұрайды. Сонда Иса: уа Раббым, сен мінсізсің, өзіңе серік болуынан һәм кемшілік атаулыдан адасың. Айтуға хақым болмаған сөзді айтатындай маған не көрініпті? Егер солай айтқан болсам, сен оны сөзсіз білер едің. Сен менің ішімдегінің бәрін білесің. Ал мен сендегіні бір өзіңе ғана мәлім болған нәрселерді маған үйретпегендеріңді білмеймін. Шүбәсіз ғайыпты, құлдарыңның ішіндегі бар сырды бір өзің ғана білесің. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Оларға маған бұйырғандарыңды ғана айттым. Әрдайым менің һәм өздеріңнің Раббыларың болған Аллаға құлшылық етіңдер деп айтумен болдым. Араларында жүргенімде олардың жай күйіне, жүріс тұрысына өзім куә болдым. Ал өзің жанымды алған сәттен бастап оларға өзің бақылаушы болдың. Шүбәсіз сен барлық нәрсеге куәсің. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Егер оларды азаптаймын десең, шүбәсіз олар сенің құлдарың, ал егер оларды кешірсең, сен ұлысың, бәрінен үстемсің, һәм әрісің мен әрбір үкіміңде талай хикмет болған, асқан даналық иесісің деп жауап береді. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Сонда Алла былай дейді: бұл күн турашылардың шын сөзі, өздерінің пайдасына жарайтын ұлы күн. Олар үшін жайқалған жасыл бауларының астынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Алла оларға разы. Олар да Аллаға дән риза. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс міне осы. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Күллі аспан әлемінің, жердің һәм екеуінің ішіндегі барлық нәрсенің бар билігі мен иелігі бір Аллаға тиесілі. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді.